Армысыздар, еліміздің басты арнасында жаңалықтар, студияда мен Талғат Алман. Мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова Біріккен Араб Әмірліктері Федералдық ұлттық кеңесінің төрайымы Әмәл Әл-Кубейсимен кездесті. Тараптар ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Әңгіме барысында бірлескен жобаларды жүзеге асыруда назардан тыс қалмады. Олардың қатарында Абу-Даби Плаза кешені бар. Бұдан бөлек Әл-Хилаль Ислам банкі мен Фалах бірлескен инвестициялық қор аясында атқарылып жатқан жұмыстар пысықталды. Біріккен Араб Әмірліктері Қазақстанның өңірдегі маңызды серіктесі. Мемлекеттік хатшы Абу-Дабиді Астанада өтетін экспо көрмесіне белсенді қатысуға шақырды. Әмәл Әл-Кубейси Қазақстанға діндер терроризмге қарсы конференциясына қатысу үшін келіп отыр. Діндер арасындағы диалогты нығайтуда Қазақстан маңызды рөл атқарады. Қазақ ынтымақты, достықты биік қойған ел. Мұның барлығы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың сарабдал саясатының жемісі деп білемін. Қазіргі таңда аймақтарда туындап отырған қақтығыстар кезінде Қазақстан жүргізіп отырған саясаттың маңызы анық білінеді. Женевадағы бітімгершілік келіссөздеріндегі сириялық оппозиция делегациясының төрағасы Мұхаммед Алуш өз қызметінен кететінін мәлім етті. Ол өз Twitter парақшасында 3 кезеңнен тұрған келіссөздердің нәтижесіз болғанын мойындапты. Келісімге ұмтылсақ та соғысты тоқтату мүмкін болмай отыр депті ол. Сондай-ақ Алуш мырза әлемдік қоғамдастыққа аймақтағы жағдайдың дұрысталуына аса күш салмайды деп айып тағыпты. Тек гуманитарлық көмекке қатысты қарарларға қол қойылып, мәселенің толық шешімін іздеуге ешкім асықпайды деді ол. Сирия халқына бұл келіссөздердің зияны болмаса пайдасы жоқ деп отставкаға кететінін айтты. Естеріңізде болса, Сириядағы тараптарды бітімге шақыруды көздеген келіссөздердің соңғысы сәуірде болған еді. Ендігі жағдайға байланысты мамырға жоспарланған кездесулер 3 аптаға кейінге қалдырылады деп мәлім етті Сирия жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының арнайы елшісі Стаффан де Мистура. Футбол көріп, зардап шегу. Ирактағы Баку қаласында Сан-Сирода өткен Реал мен Атлетика командалар арасындағы финалдық ойынды көруге келген жанкүйерлер оққа ұшты. 12 адам қаза тауып, 25-і жарақат алған. Тәртіп сақшыларынан сытылып шыққан 3 содыр ізін суытып үлгерген. 4-шісі қоршауда қалып өзін-өзі жарып жіберіпті. Жарылыс салдарынан тағы 4 адам көз жұмды. Естеріңізде болса, 13 мамырда да Балат қаласында әлде біреу футбол көріп отырғандарға оқ атып, 16 адам ажал құшқан еді. Ирак билігі терактіге Ирак пен Ливан террористік ұйымы кінәлі деп мәлім етті. Мексиканың құрама футбол командасы мен Грекияның Олимпиакасының шабуылшысы Ален Пулидона өз елінде ұрланып кетті. Жергілікті ақпарат құралдарының мәлімдеуінше 25 жастағы спортшыны сауық кешенінен қайтып келе жатқанында бетперде киген бірнеше адам қоршап, күштеп алып кеткен. Оқиға Тамаулипас штатында болған көрінеді. Бұл елдегі ең қауіпті аудандардың бірі саналады. Қазіргі уақытта жергілікті билік құрама команданың шабуылшысын іздестіруде. Алан Пулида Олимпиакаста былтырдан бері ойнайды. Ұлттық құрама сапында 2014 жылғы мундиалда өнер көрсеткен. 40 мыңға жуық спортшы Брюссельде жыл сайын өтетін 20 шақырымдық марафонға қатысты. Бұл Бельгия астанасында 22 наурыздағы лаңкестік әрекеттен кейінгі ұйымдастырылған алғашқы көлемді шара. Брюссель билігі марафон кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жүздеген полиция мен сарбаздарды тартқан. Марафонды премьер-министр Шарл Мишель бастап берді. Ол сайыстың алдында Еуропалық одақ басшыларымен бірге Мальбек станциясындағы лаңкестік шабуылдар болған орынға гүл шоқтарын қойған. Жарысқа келсек, мароккалық Нажим Аль-Кади мәре сызығын бірінші болып кесті. Ол 20 шақырымды 1 сағат 18 секунд өтті. Мен осы шараға қатысу арқылы Еуропалық одақ атынан 22 наурызда болған қайғылы оқиғаға байланысты Брюссельге қолдауымды білдіремін. Біз лаңкестік құрбандарының рухына тағзым етеміз. Марафонды ұйымдастыру мүмкіндігі қоғам қалпына келіп, өмір жандана бастады деген сөз. Қазақстандағы Грузия елшілігі өз елдерінің тәуелсіздігін атап өтті. Мерекелік шараға дипломаттар мен бір қатар ведомство басшыларын, ассамблея мүшелерін шақырған. Тілші материалы. Грузияның Қазақстандағы елшісі Зураб Патарадзенің отбасы елдің тәуелсіздік күніне ерекше мән береді. Келген қонақтарды ыстық ықыласпен қарсы алып, өз ілтипатын білдіреді. Тәуелсіздік мерекесін Қазақстан астанасында атап өту мен үшін үлкен мәртебе. Қазақ елі біз үшін аса маңызды стратегиялық серіктес әрі бауырлас мемлекет. Сондықтан әр мерекені бірге қарсы аламыз. Қазақстан мен Грузия арасындағы іскерлік, мәдени спорттық байланыс жоғары деңгейде.
қай саланы алсаңыз да алға басушылық анық байқалады. Грузияның көлік инфрақұрылымы бізге өте маңызды. Грузия арқылы біз солтүстік Европаға шығамыз, Түркияға шығамыз, Қара теңізге шығамыз. Ол тек қана біздің экспорттық товарларға емес, және Қытайдан шығатын транзиттік товарларға өте маңызды коридор. Екі ел арасындағы серіктестік енді жаңа қарқын алуы тиіс. Себебі маусым айының алғашқы аптасында Астанадан Тбилисиге тіке әуе қатынасы ашылады. Бұл өз кезегінде туристердің Қазақстан мен Грузияның көрікті жерлерін емін-еркін аралауына мүмкіндік береді. Мәдени қарым-қатынасты нығаяды. Грузин ұлты өзінің салт-дәстүрі, мәдениетімен ерекшеленеді. Оны Қазақстан орталық концерт залында өткен кеште Грузияның Аджария мемлекеттік би ансамблі паш етті. Айта кетейік, өнер ұжымының жаңа бағдарламасын алғашқы болып қазақстандық көрермен тамашалады. Достық Талғатұлы, Арман Данышбаев, Аманжол Байғазы, Хабар. Ақтөбе облысында 25 миллион гектар ауыл шаруашылығы жері бар болса, оның 4 миллион гектары бос жатыр. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Мартөк ауданына барған іс сапары барысында сол қараусыз қалған алқап иелерін анықтауды жүктеді. Қазір егіс басында шаруаның қызған шағы. Ауданда 400-ден астам ауыл шаруашылығы құрылымы және 87 мың гектар егіс алқабы бар. Оның жартысына бидай, ал қалғанына майлы дақылдар мен қыстық азық егілген. Бұдан бөлек ауданда 17 мың гектар алқап игерілмей бос жатыр. Бұрынғы қожайындары банкротқа ұшырап, егістік алқап коммерциялық банктердің бірінде кепілдікте қалған. Енді шаруа қожалықтардың негізгі міндеті жерді тиімді пайдалану керек. Ол үшін бос жатқан жерлер болмау керек. Біздің облыста өкінішке қарай қазіргі таңда 4 миллион гектарға жуық бос жерлер бар. Біз қазір енді оларды пайдалану үшін жұмыс істеп жатырмыз. Екінші, шаруа қожалықтары тек қана егін екпеу керек, мал шаруашылығымен айланысу керек. Одан кейін суармалы жерлерді көбейту керек. Сол кезде біз өзіміздің тамақ қауіпсіздігімізді қамтамасыз етеміз, келетін импорттарды азайтамыз, жаңа жұмыс орындарын ашамыз. Ертіс өңірінің экологтары дабыл қағуда. Олардың айтуынша Павлодар маңындағы бұрынғы химиялық зауыт аумағында жиналған сынап ертіске түсіп, соңы экологиялық апатқа келуі мүмкін. Бұрынғы химиялық зауыттың аумағында ластанған 6 ошақ бар. Бұған дейін жасалған зерттеулер топырақ пен жер асты суларындағы сынаптың мөлшері нормадан аспағанын көрсеткен. Алайда күн ысығанда топырақтағы сынап бу арқылы ауаға тарап, адам денсаулығына әсер етуі мүмкін. Сондықтан экологтар тез арада ластанған аумақта арнайы инженерлік ғимараттар мен бөгеттер салып, залалсыздандыру жұмыстарын жүргізу керек дейді. Сол сынаптың мөлшері жер астындағы судың ішіндегі өте үлкен екен. Қазіргі күнде 1300 тонна сынап сол жерде жатыр, астында үстінде. Бүгін Елордада Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының өкілдері қан қызметінің қазақстандық үлгісін, тәжірибесі мен келешегін талқылады. Халықаралық семинарға ақш-тан, ТМД елдерінен келген ғалымдар мен сарапшылар да қатысты. Шетелдік мамандар Қазақстанның қан қызметін реформалау тәжірибесіне үлкен қызығушылық танытуда. Жиынға қатысушылардың айтуынша, Қазақстан саладағы жүйені халықаралық стандарттарға сай етіп құрастырған. Қан қызметіндегі жаңа үлгі ұлттың денсаулық көрсеткіші және әлеуметтік экономикалық деңгейі қағидаттарына негізделген. Әкімшілік территориялық есепке алу мәселесі ескерілген. Соңғы 5 жылда Астанадағы трансфузиология ғылыми өндірістік орталығының зертханасында донор мен емделушінің гендік сәйкестігін тексеру бойынша 9000-ға жуық зерттеу жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ 500-ге жуық ағза транспортацияланған. Соңғы жылдары жасалынған жетістіктеріміз өте көп деп айтып кетуге болады. Қан орталығында 2010 жылдан бастап референс лаборатория жұмыс жасайды. Бұл лабораторияның қызметі зертханалық донорлардың қанын 2 кезеңмен тексеру, жаңа иммуноферменттік тәсілмен және полимеразды тізбектік тәсілмен. Ашылы зертханасы жұмыс жасайды. Әзірге айтарымыз осы, 16:00-де қайта жүздескенше.